Тоқтар Төлешов сыра патшасы деген лақап атпен танымал адам. Құқық қорғау органдарының ресми нұсқасы бойынша ол елдегі билікті басып алғысы келген. Оның Дед Хасан және Қара Гафур сияқты белгілі қылмыскерлермен де байланысы болған. 2016 жылға дейін Төлешов шектен тыс сән-салтанатқа бейімділігімен ғана қалың жұртшылыққа танымал еді. Мысалы, кәсіпкердің қызы Даниэланың туған күні Сақиналар әміршісі фильміне ұқсатылып жасалды. Даниэлдің тағы бір туған күніне Тимати қатысқан, ал Украина әншісі Иван Дорн үлкен қызы Севилге ән шырқады. Жалпы Төлешовтың Нұр KZ сайтының мәліметінше 21 баласы және 4 әйелі бар. Тоқтар Төлешовтың бар екенін жұртшылық алғаш рет 2006 жылдың маусым айының басында ғана білді. Сол күндері қазақстандық-американдық блокбастер Сұлтан Бейбарыс фильмін түсірудің соңғы кезеңдері туралы ақпарат пайда болды. Жаңа фильм Ермек Тұрсыновтың сценарий бойынша түсірілгені, ал блокбастердің идеялық дем берушісі және продюсері Шымкент Pictures компаниясының иесі Тоқтар Төлешов екені белгілі болды. Олар бұрын Эрик Робертс, Керик Тагава, Боло Янг және Дэвид Каррадин ойнаған Ближний бой фильмінде бірге жұмыс істеген болып шықты. Бір қызығы 2006 жылы 30 маусымда Центр внимания бағдарламасының эфирінде жүргізуші Арманжан Байтасов пен оның қонағы болған режиссер Бақыт Қилыбаев Сұлтан Бейбарыс фильмінің жоспарланған бюджеті $130 миллион құрайтынын хабарлады. 2007 жылдың наурызында Айба халықаралық әуесқой бокс қауымдастығының комитеттерінің бірінің басшысы болып сайланды. Онда Айбаның атқарушы директоры қызметін атқарған өзбекстандық кәсіпкер қазіргі Ресей азаматы Гафур Рахимовпен жолы қиылды. 2009 жылы Төлешовтың туған күнін бірге тойлаған Рахимов оған шымкенттік нөмірлері бар Rolls-Royce көлігімен келгені белгілі. 3 жылдан кейін Рахимовты ақш билігі Братский круг халықаралық ұйымдасқан қылмыстық топ жетекшілерінің бірі және ауған героинін Қазақстанға, Ресейге және одан әрі Батыс Еуропа елдеріне жеткізуді бақылайтындардың бірі ретінде атады. 2009 жылы полиция мен қауіпсіздік күштері заңсыз қаруды табу мақсатында тінту жүргізген. Кәсіпкер кешкі уақытта сыра қайнату зауытының аумағынан шығып кеткен кезде азаматтық киімді киген адамдар оны тоқтатқан. Операция жетекшілерінің бірі болып жатқанның барлығы қару іздеумен байланысты деп түсіндірді. Біз заңсыз сақталған қаруды іздеп жатырмыз. Біз бұл көліктерді және мына азаматтарды тінтіп шықтық. Бәрі таза, заңсыз ештеңе жоқ деп түсіндірді азаматтық киімдегі ер адам. Кәсіпкердің өзі бұл тапсырыс екенін сенімді түрде айтты. Бірақ менде бәрі ресми, қару да қауіпсіздікте. Менде бәрі заңды. Мен бюджетке 36% төлеймін, деп жауап берді кәсіпкер. Оқиға орнына басқа басшы келген соң арнайы операция қысқартылды. Төлешовпен жақсы таныс болса керек. Екеуі тату-тәтті амандасып, сосын бәрі ештеңе болмағандай кетіп қалды. Бизнес пен бокстан басқа Төлешов Ресейге белсенді түрде қызығушылық танытты. Ол Ресей Федерациясымен байланысты 10-ға жуық ұйымда қызмет атқарғанын мәлімдеді. 2012 жылы Олег Зенор деген журналист жариялаған Төлешовпен сұхбат пайда болды. Онда қазақстанды кәсіпкер неліктен Қазақстан азаматы Ресей парламентінде кеңесші болып жұмыс істейтінін түсіндірді. Сонымен қатар өз елінде қазақ тілінің жаппай енгізілуін сынады. Қазірдің өзінде Қазақстанда кей кездері көріп жүргеніміздей орыс тіліне қысым жасалғанда онда істің соңы нашар болуы мүмкін, дейді Төлешов. Сол жылы Төлешов террорлық қауіптер мен қарқындылығы төмен қақтығыстарды талдау орталығының Орталық Азия бағытының директоры болды. Осы ұйымның қызметкері ретінде ол Ливиядағы кепілге алынғандарды босату операциясына қатысты. Ол үшін 2015 жылдың тамызында бітімгер орденін алды. Ресей бақ өкілдері бұл туралы жарыса айтты. Уақыт өте Төлешовтың Ресеймен байланысы жақындай түсті. 2013 жылы Еуразиялық интеграция болашақты құру мақаласында былай делінеді. Ресейдің посткеңестік кеңістіктегі интеграциялық іргелеуіндегі Владимир Путиннің рөлін асыра бағалау мүмкін емес. Оның бастамалары мен шешімдері интеграциялық үдерістерге жаңа серпін береді және интеграциялық жобалардың өнімділігіне қатысты күмәнді сейілтеді. Кітапта Төлешов Еуразиялық интеграция идеяларын қорғайды, тіпті жекелеген мемлекеттердің тәуелсіздігіне нұқсан келтірсе де. Ұлттық қауіпсіздік қылмыстық шеңберді бұзу фильмінде Тоқтар Төлешов оңтүстік Қазақстан өңірінде ықпалға жету үшін Братский круг ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшілеріне қомақты қаражат аударған делінеді. Ол тұрақты түрде Дед Хасан, Ташкентский Жора, Черный Гафур, Максим Бухарский мен дядя Ильясқа үлестерін төлеп тұрған екен. Тіпті кейбір аса ірі қайырымдылық сомалар үшін оны тәж кигіздіру рәсімінен де өткізе алуы бек мүмкін еді. Түрмеде отырмай ақша төлеп қана жоғары мәртебеге ие болғандарды вор в законелар апельсин деп атайды екен.
Мына суретте Тоқтар Төлешов Гафур Рахимовпен бірге, ал мына суретте Ильяс Султановпен, яғни дядя Ильяспен бірге тұр. Ал мынау болса Максим Бухарский атанған Назир Джумаев. Кәсіпкер Шымкент қаласында Братский круг авторитеттерінің жиындарын қаржыландырған. Ал олар болса оған қылмыс әлемінде жетістікке жетуіне көмектескен. Аталған фильмге сүйенсек, Шымкенттің өзінде Төлешов көптеген адамдарға қастандық қылған екен. Оған қылмыскерлердің ішінара заңы бойынша құрбандардың кесілген құлақтарын әкелген көрінеді. Қылмыскер достарының көмегімен көршілес Өзбекстанда қонақ үй, зауыт, фабрика мен барды басып алған деседі. Оның тобы адамдарды ұрлап қинаған. Оның кез келген қиыншылықтарын қаруланған бір топ адам шешетін болған. Бас прокурордың сол кездегі орынбасары Ильяс Бақтыбаев, оңтүстік Қазақстанның баяғы басшысы Хибратулла Досқалиев саудагердің ұйымдастырған барлық кештерінде сыйлы қонақ болған. Фильмге сүйенсек, Төлешов ысырапшыл өмір салтының кесірінен вор в законеларға миллиондаған долларлар қарыз болғандықтан жазадан қорқып елдегі билікті қолға алуды ұйғарыпты. Төлешов қамауға алынардан 3 ай бұрын өз өтініші бойынша террорлық қауіптер мен қарқындылығы төмен қақтығыстарды талдау орталығынан жұмыстан шығару туралы арыз беріп, Қазақстандағы үдеу өрлеу қоғамдық қозғалысын республиканың барлық облыс орталықтарындағы өкілдіктеріне тіркеген. Бұл ұйымның не екені туралы ештеңе дерлік белгісіз. Кәсіпкер 2016 жылдың 30 қаңтарында оның негізгі активі Шымкент пиво алкогольсіз сусындар заводы орналасқан Шымкентте қамауға алынды. Төлешовті тұтқындау күш құрылымдарының бұрын соңды болмаған шаралармен қатар жүрді. Полиция мен арнайы жасақ Риксіз Хадиша Шымкент қонақ үйінің маңындағы блокты қоршап жолдарды жауып тастады. Оның алдында Төлешовтің күзетшілері көлікте ұсталды. Полицейлер кәсіпкердің үйі орналасқан Бекет Батыр көшесінде жауып, сыра зауытын бақылауға алды. Төлешовтен басқа тағы 3 адам қамауға алынды. Олардан қару-жарақ пен есірткі тәркіленді. Кәсіпкердің өзіне ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген айып тағылды. Төлешовке алғашында саяси айып тағылған жоқ. Бірақ мамыр айында Қазақстанда наразылық шерулерінен кейін арнайы қызмет ол төңкеріс жасамақ болды деп жариялаған болатын. Ол кезде жергілікті тұрғындар жер реформасына қарсы болды. Ел билігі 1 шілдеден бастап 1,7 миллион гектар ауыл шаруашылық жерін аукцион арқылы сатуды көздеді. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті сол жылдың 6 маусымында төңкеріс жасау әрекеті туралы хабарлады. Арнайы қызмет өкілдерінің мәлімдемелерінен белгілі болғандай, жергілікті кәсіпкер елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты тақтан тайдырып, өзінің баламалы үкіметін құрмақ болған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз хатшысы Руслан Карасевтің айтуынша, Төлешов төңкеріске тікелей дайындықты 2015 жылдың соңында бастаған. Сонымен қатар ресми нұсқа бойынша 2016 жылдың сәуір айының соңы, мамыр айының басында республиканың батысы мен оңтүстігіндегі қалаларда жер реформасына қарсы наразылық акцияларын қаржыландырған. 2016 жылдың қарашасында Астананың мамандырылған ауданарлық әскери соты Тоқтар Төлешовті билікті күшпен басып алуға әрекеттенді деген айыппен кінәлі деп тауып, 21 жылға бас бостандығынан айырды. Тура 1 жылдан кейін Шымкенттің еңбекші аудандық соты Тоқтар Төлешовті тағы да жауапқа тартты. Бұл жолы кәсіпкерге салықтан жалтарды деген айып тағылды. Сот Төлешов пен оның 8 сыбайласын тағылған айып бойынша кінәлі деп тапты. Содан бері және осы уақытқа дейін кәсіпкердің адвокаттары оның мүлкінің бір бөлігін, сондай-ақ сыра зауытын сот арқылы қайтарып алуға тырысуда. Дегенмен әрекеттері сәтсіздікке жолығуда.